қан сасыған үрімші, қазақтың қаны төгілген үрімші. Атақты Оспан Батыр атылған, қаны төгілген үрімші. Атақты Ақыт Үлімжіні қорлықпен түрмеде өлтірген үрімші. Оспан Батыр қазақтың батырлығының, асқақтығының, өрлігінің, өршілдігінің символы болды. Ол арыстан болды, арыстан жүректі болды. Ақылды, парасатты, иманды, ұлт жанды, ұлтшыл болды. Қазақ үшін жан алып жан берді. Ғазиз жанын құрбандыққа шалды. Алтын басын құрбандыққа шалды. Сол Оспан Батыр Қытай коммунистері тарапынан қазақтың Қытайға қарсы күресінің соңғы бір мәңгілік ұмытпайтын ескерткіші болып атылды. Сөйтіп қазақтың арыстаны оққа ұшты, қазақ Қытайдың бодандығына басы бүтін түсті. Сол Оспан Батырды атқан жер үрімші еді. Міне 24 қараша 2022 жылы осы үрімшіде тағы да толқу болды. Оспан Батыр мен жерлес Ақыт Үлімжі сонау 1900 жылдың өзінде қажылыққа барған Қажы Баян атты мың сан дастандары бар ересен көп шығармаларымен қазақты рухани ағартқан алтын асыл тұлға еді. Сол Ақыт Үлімжіні Қытайлар тұтқындап үрімшінің түрмесінде өлтірді. Ол да сол 1949 жылдан бұрын Қытайдың буржуазиялық, демократиялық жүйесі кезіндегі қазақтың көргені. Ал Оспан Батырды коммунистік Қытай атты. Екеуі де Қытай. Зұлқа Батырды өлтіріп, басын кесіп, көпірге ілген ол буржуазиялық Қытай еді. Оспан Батырды атқан, өлімге үкім еткен коммунист Қытай болды. Әкбар Батыр мен Сейіт Батыр сол Қытайға қарсы күресті. Шығыс Түркістанның ең алғашқы оғын Әкбар Батыр мен Сейіт Батыр атты. Атақты Таңжарық Жолдыұлы сол үрімшіде ұзақ жыл түрмеде отырды. Қазақтың күрескер Таңжарықтай ақыны сол үрімшіде қор болып, түрме халы дейтін керемет толғауын шығарды. Ол кісінің түрме халы дейтін шығармасын мен оқып, YouTube'де аудиосын салдым. Тұр осы YouTube'де. Түрме халы деп іздесеңіздер шығады. Енді сол Таңжарықты Қытайлар соттап, ұзақ жыл үрімшінің түрмесіне салып, азаптап, көрсетпегенді көрсетіп, саусағынан асып, бақайынан асып, аузына қызыл бұрыш құйып, мұрнына құйып, саусағының көбесіне ине жүгіртіп, үрпісіне ши жүгіртіп, ұрып, сабап, арқасын, жон арқасын тіліп, теріс қағылған шегесі бар орындыққа отырғызып, май құйрықтан қан сорғалатып, қабырғасын сөгіп, саусағын сындырып, істемеген істеді. Тән азабы, жан азабының барлық түрін көрсетті. Бір адамды қинаудың ең соңғы, ең максимал түрін сол Таңжарық Жолдыға көрсетті. Шығыс Түркістан үкіметі мен Қытай буржуазиялық үкіметінің 11 тармақты келісімінен кейін Таңжарық Жолдыұлы босап, Ілеге қайтады, көп етпей сол Іледе қайтыс болады. Міне қарасаң, қазақтың ақыл парасаты, Таңжарық, қазақтың ақыл парасаты, Ақыт Үлімжі, қазақтың батырлығы Оспан Батыр, қазақтың өршілдігі, қайтпас қайсар рухы Зұлқа Батыр, Әкбар Батыр, Сейіт Батыр.
осылардың барлығы бұл қазақ тарихында ол тым арыды емес. Міне, небәрі 50-60 жыл, 70 жылдың ар жақ бер жағы. Осы тарих жалғасып келе жатыр. Міне кеше Үрімшіде өрт болды. Биліктің өзі мойындаған ақпаратта 10 адам өліпті, 9 адам жараланды. Ал бірақ бейресми әлеуметтік желіде таратылып жатқан ақпаратта 30 адам өлді, 40 адам өлді, 50 адам өлді деген ақпараттар бар. Қытайлар өмірі өтірік айтады. Өмірі өтірік айтып келеді. Енді қараңызшы, адамның өмірі өмір емес. Өрт сөндіретін көлікті жанып тұрған, лаулап тұрған микрорайонға кіргізуден бұрын өрт сөндіргіштердің мұрнынан коронавирустың тестін алып тексеріп жатыр екен. Бұдан өткен қорлық бар ма? Бүкіл подъездер сваркіленген, бүкіл сақтық жолдарының бәрі бекітілген, үйлердің бәрі сыртынан сваркіленген. Ешкім өз үйінен өзі шыға алмайды. Әр микрорайонда күнне дерлік адамдар торығудан 4 ай бойы карантинге жабылып, өз үйінен өзі аттап шыға алмай, торығудан қабат үйден секіріп өліп жатқан кез. Енді сол кешегі өрттен кейін адамдар қарадан қарап тұрып, сол лаулап жанған беті қабат үйлерден секіріп жатты. Бүлдіршін сәбилер өртеніп өлді. Бүлдіршін сәбилер. Енді қарашы, шыңғырып, айғайлап, зарлап жатқан адамның даусын естіп, сай сүйегің сырқырайды. Ал Қытай біліп тұр оны. Оған адам емес. Анау микрорайонның алдын бәленбай қабат тосқауыл жасап қойған, бетондар құйып тастаған, дәу мрамор тастар әкеп тастаған, темірлерді деген қатырып тастаған. Су бүркітін машина алыстан микрорайонның сыртынан тұрып су бүркіп жатыр. Анау лаулап жанған терезеге 5-6 метр жетпей су жерге түсіп жатыр. Қан сасыған Үрімші. Енді бүгін осы әлгінде ғана жеткен ақпаратта әлеуметтік желіден көріп отырмыз. Танкі кірген, тұтасымен қарулы полиция кірген. Енді тағы да белгісіз қара киімді адамдар пайда болған. Бір тұтас қара киінген адамдар, полиция емес, форма емес, бірақ арнайы дайындалған биліктің адамы. Енді олар жаңағы ұрып, соғып, біреулермен төбелесіп, бірдеңелерді бүлдіре бастаған. Ал қызығы, бұл жолғы ереуілдің негізгі адамдарының бәрі қытайлар. Мен қазірге дейін одан бір ұйғырдың немесе қазақтың түрін көрген жоқ. Қытайлар. Бірақ әлгінде танкі кірді деген ақпаратты естігеннен кейін-ақ енді осы Үрімшіні қан-жоса қылуы мүмкін деп алаңдадым. Твиттерге бірден жаздым, халықаралық қауымдастықтың назар аударсын деп. Қаншама адамдармен жазып жатырмыз. Әрине ірі медиаларда жазып жатыр. Әлемдік ірі медиа әлден назарын аударып, бүкіл қазір желі осы ақпаратты айтып жатыр. Үрімшіні тағы қан-жоса қылады, дүние назар аударсын деп дабыл қағып жатырмыз. Өте қорқынышты жағдай. Тіпті бұның өзі бір жоспар болуы мүмкін. Себебі Үрімшіде тағы бір қанды қасап қырғын жасауы мүмкін. 2009 жылы шілденің 5-ші күні Үрімшіде қанды қасап қырғын жасап, ұйғырларды қынадай қырып тастаған болады. Қанша ұйғыр өлді, қазірге дейін ешкім оның соңғы санағын айта алмайды. Сотталған ұйғыр қанша, ешкім білмейді. Бірақ бір білетініміз, Үрімшінің көшесінде құжынап жүрген ұйғырдың сол оқиғадан кейін мүлде жоқ болғаны. Мүлде жоқ. Анау ұйғырлар тұратын жер үйлер, өздері салып алған жаңағы жер тамдар бәрі жоқ болды. Нензугу бекетінің өр жағындағы таудан арасқаннан кейін сайдың ішіндегі бұрын қалың жаңа қара жұмыс істейтін аспазшы, наубайшы болып жұмыс істейтін қалың ұйғырлардың ауылын бірақ сыпырып тастады. Анау цемент зауытын жақтағы қалың таудың төбесіндегі
жер кепелердегі, жер тамдардағы бірақ сыпырып тастады. Дауан деп аталатын жерде, ол жердегі қалың микрорайон тұтас құртты. Ал Ардау-Шаудың маңындағы ұйғырлар ол атып өлтірді ма, шауып өлтірді ма, түрмеге тықты ма, ешкім білмейді. Үрімшіні қаптаған қалың танкі, әскери техника, қабағынан қан жауған ішкі Қытайлары келіп, пулемет, автомат кезеніп, көшеде кәдімгі әскери техника сол тұрғаннан мол тұрды. Сол қан сасыған Үрімші еді ол. Осыдан бәленбай жыл бұрын Қытай коммунистері келгенде қан сасыған Үрімші. Анығында одан бұрын Қытай буржуаздарының кезінде қазақтың қаны төгілген, коммунистер келгенде қазақтың қаны төгілген. Қытай коммунистерінің генералы Уаң Жин дейтін қанішер келгенде 500 миллион қазақтың жанын жалмаған жер ғой ол. Себебі ол заманда қазақтар Совет одағынан қару алды, әр қазақтың қолында қару болды. Қытайға ең қатты қарсы тұрған, қарулы соғыс ашқан қазақ болды. Оспан Батыр, Сұлубай Батыр, Елсқан Батыр, ол батырларымызды айтсақ жылағымыз келеді. Жаратушы Алла жәннаттық қылсын оларды. Жаратушы Алла оларға шахидтердің сауабын жазсын. Міне сол қан сасыған Үрімшіде тағы да қанды оқиға болды. Бұл мүмкін коммунистердің жоспары да болуы мүмкін. Өстіп тағы да Шыңжаңды үсті ашық түрмеге айналдырып, Қытайымен қосып, ұйғырымен, қазағымен қосып бірақ қырып салуы мүмкін. Себебі Ши Цзиньпин концлагерді аяғына дейін жүргізе алмай қалды. Қазақтар көтерілді. Концлагердің бүкіл дәлел фактісін дүние жүзіне әшкереледі. Қазақтарды босатуға мәжбүр болды. Екі айырылған отбасыларды қосуға мәжбүр болды. Енді бұл Ши Цзиньпин тағына мықтап отырды. Заңсыз түрде 3-ші мәрте сайланды. Қазір бұл Ши Цзиньпиннің алдынан шығатын Қытайда адам қалған жоқ. Жан Зиминнің командасын тұтас құртып болды. Өзін қолдаған, қуаттаған Ху Жинтаудың өзін алдап соқты. Оның ұлын және оның командасын мансапқа қоймай, Ху Жинтаудың өзін жиналыс салтынан сүйреп алып шығып кетуге бұйрық берді. Бұл Қытай компартиясы тарихында бұндай зұлымдық болмаған тіпті. Өз ішкі жағында бұндай ашық-ашкере текетірес болмаған. Қытай коммунистері оның барлығын жасырын сахнаның артында жасайтын. Менің айтқан зұлымдығым өз ішіндегі. Бірін-бірі өлтірсе де сахнаның артында жасайтын. Әрине Қытай коммунистері адамзат тарихындағы ең қанішер ұйым болды. 80 миллион адамның жанын жалмады. 80 миллион адам Қытай коммунистері тарапынан өлтірілді. Енді алда Үрімшіні, тіпті тұтас Шыңжаңды не күтіп отыр? Қазақтың қасиетті жері, Қытай жаулап алған ежелгі қазақ жері, ежелгі қазақ хандығының территориясы, ежелгі Үйсін хандығының территориясы, ежелгі Найманның, Керейдің, Үйсіннің ата қонысы болған Іле, Алтай, Тарбағатай, Буратал, Сайрам, Санжы, Баркөл, Мори не болады? Бұл жерде тағы да қанды қасап қырғын бола ма? Оны бір Құдай біледі. Енді Қазақстандағы қазақ не істейді? Құдай сақтасын, Құдайға тапсырдық деп отырсаң, көктен Құдай түсіп, ол қазақты құтқармайды. Қарекет керек. Мынау Құдай ұрған адамдар, Құдайдың қарғысына қалған надан адамдар, не өзінің қорқақтығын, әлсіздігін, нашарлығын, екібеткейлігін, ынжықтығын жасыру үшін, бүркемелеу үшін, сөйтіп Құдайға тапсыра салып, маңқиып отыратын мәңгүрттер бір нәрсені білуге тиіс. Қытайдағы қазаққа сен жоқшы боласың, жоқтаушы боласың. Есіңде болсын,
басыңды тауға ұрып, тасқа ұрып, Меккеге миллион барып, Құдай деп жалбарынсаң да, сен қарекет жасамасаң, Құдай ешқашан оның нәтижесін бермейді. Құдайдың формуласы солай. Құдайдың заңы солай. Құдай ол математик. Ол формуласын жасап қойды. Енді сен сол формуламен жұмыс істеуге тиіссің. Құдай айтты, жарату менен, жаралу өзіңмен деді. Құдай айтты, бұл дүние сынақ деді. Құдай бұл дүниеге келіп килікпейді. Бірақ Құдай өзінің формуласын орындатады. Сен жер жыртпай, егін екпей, арам шөбін отамай, аспаннан саған ыстығынан жаумайды ешқашан. Құдай саған формуласын үйретіп қойды. Енді сол формула бойынша істесең, нанда болады, жанда болады, басқасы да болады. Қытайдағы қазақты Құдайға тапсырдым деу, өзінің ынжықтығы мен әлсіздігін жасырғысы келетін адамның сөзі. Құдайға тапсырма деп ешқашан айтпаймыз. Дұғаңды жаса, дұға жасама деп ешқашан айтпаймыз. Бірақ қарекетін жаса. Егер сен қарекетін жасамасаң, онда хайуаннан бетерсің. Пайғамбардың өзі сахабаларын айтқан. Түйесін байламай бос тастап, мешітке асығып бара жатып, Құдайға тапсырдым деп, түйесінің бас жібін тастай салғанда, түйеңді мықтап байла, содан кейін Құдайға тапсыр деген. Ендеше Қытайдағы туысыңды, жерлесіңді, құда жекжатыңды, нағашыңды, өз жұртыңды, қайын жұртыңды, соларды қорғау үшін сен Құдайға тапсырдым деп айдалада жатып, өзім мойныңдағы міндетімнен құтылдым деме. Құдайға тапсырасың, дұғаңды жаса, 5 уақыт намазыңды оқы, 50 уақыт нәпіліңді оқы, түнде тұрып тахажудыңды оқы, еңіреп жылап, дұға жаса, құрбандық шал, және қарекетін жаса. Қандай қарекет? Туысың аман ба, сау ба, тірі ме, жоқ па, қоңырау шал. Тіпті болмаса сол өзің тұрған жергілікті үкіметке қоңырау шал. Менің пәленбай деген туысым аман ба де. Қыстаққа қоңырау шал. Анықтауыш телефондар бар, 12580 деген. Әр жердің кодыменен аласың. Алтай 0906 12580. Үрімжі 0991 12580. Іле 0999 12580. Бұратала 099 12580. Тарбағатай 0992 12580. Ал Ентуңның анықтаушы бар 114-118 деген. Оны да сол кодтар бойынша аласың. Телефоныңмен тіке соқ, немесе шетелге арзан қоңырау шалатын тәріптерге қосыл. +86 Қытайдың халықаралық коды. Сосын жаңа кодтарды аласың. О кезде мысалы Іленікі болса 0999, яғни 0-ден кейін 39 болады. О кезде 0-ді алып тастайсың, яғни +86, сосын 999. Себебі сен шетелден соғып тұрсың. Тарбағатай +86 992. Алтай +86 906. Сөйтіп анықта, ауданда, ауылды, қыстақты, қалашықты бәрін анықтай аласың. Туысыңның телефонын білсең, тіке соқ. Білмесең, анықтауыштардан сұра. Әкімшіліктерге қоңырау шал, полиция мекемесіне қоңырау шал. Оның барлығы өз жерде жазулы тұр үлкен датада. Мен бәленбай түгемін. Менің ана Мырқынбай Мырқынбек деген туысым аман ба, сау ма, өліме тіріме. Маған хабарын бер. Мен ертең осы уақытта соғам. Міне, бұның барлығы сол жердегі Қытайды ойландырады. Мына Қазақстанда мынаның туысы бар екен, ағасы бар екен, досы бар екен, құдасы, жекжаты бар екен. Мына қазақты бірдеңе қылсам, қойша бауыздасам, аштан өлтірсем, карантинге жапсам, ана өрімдей жас қазақтың ұлы қызын, өкпе бауырын, бүйрегін, жүрегін сойып, анау өкпесі шірген Қытайға өкпесін, бүйрегі шірген Қытайға бүйрегін сатып, бауыры қатқан Қытайға қазақтың жас қыз жігітінің бауырын сатып, әр қазақтың ішкі ағзасынан $1 миллион жасауды көздеп отырған мына Қытайдың қанішер ұлттық қауіпсіздігіне, Қытайдың мына қанішер дәрігерлеріне сен ескерту боласың.
Мына сенің қазақтың ұл қыздарын сояйын деген кезде, ойбай бұның Қазақстанда туысы бар екен, жоқшысы, сұраушысы бар екен дейді. Қазір міне Қытайда жастар жоғалып жатыр. Қытайдың өзі жоғалып жатыр. Неге? Қазақтың жастары жоғалып жатыр. Қазақтың жас қыздары, жігіттер баяғыдан жоғалып жатқан. Мына қазір Қазақстанда да жоғалып кетіп жатыр. Сәбилер жоғалып жатыр. Мектеп балалары жоғалып жатыр. Бойжеткен бозбала жоғалып жатыр. Неге? Оның бәрін мынау Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара асырып бұрдап, Қытайға оны қасапханаға жіберіп жатыр. Себебі бір бауыр $320,000, бір бүйрек $260,000, екі бүйрек $520,000. Тіпті ана көздің біреусі $30,000. Көздің өзі емес, көзді ұстап тұратын мүйізгек қабат бар. Соның бәрінен ақша жасайды. Сондықтан мына Қытайдағы туыстарыңа іздеу саласыздар. Дәл қазір мына қанды қырғын қасап жасауы мүмкін. Жасамай қалса екі бастан жақсы. Мен қанды қырғын қасап жасасын деп тілеп тұрған жоқпын. Бірақ сақтан. Мына аузыңа жылан жұмыртқаласын, жағыңа жылан жұмыртқаласын дейтін біреулер бар. Жағыңа жылан түгіл динозавр жұмыртқаласын десең де, қарекет жасамасаң Құдай сені жарылқамайды. Жаңбыр жауғалы тұр, сел басқалы тұр. Енді сақтан. Жер сілкінгелі тұр, сақтан. Өрт кеткелі тұр, сақтан. Сақтанбасаң, сені ешкім деп құтқармайды. Мен де соны айтып сақтан деп отырмын. Сондықтан ол жердің әрбір қазақ бізге қымбат. Әрбір қазақ бізге қымбат. Өмірі таудан түспеген, қала түгілі аудан қалашықтың өзін көрмеген, екі беті қып-қызыл, күнге күйген, аяғы шуаш, қолтығы қолаңса сасыған сол қазақ маған алтыннан қымбат. Маған сол қазақ алтыннан қымбат. Оның басқасын басқа, анау биттеп кеткен шашыны албастының апасындай болып тұрса да, ол менің бауырым, туысым. Ол мен үшін Алатаудан, Алатаудың үлкендігінде үлкен алтын берсе де, ол одан құнды. Енді сол әр қазаққа біз араша сұрау керекпіз. Оның зиялысына да, интеллигентіне де, ақ жағалысына да, ақ сүйегіне де, таудағы малшысына да, ойдағы егіншісіне де, алаға барқалаған сатымсақ саудагеріне де, асқан ашқан, тірлік жасаған кәсіпкеріне де, бәріне біз сұраушы боламыз. Біз олардың қалқаны боламыз. Алаш арыстар айтқан сөз бар. Ұлтын қалқан қылатындар бар, ұлтына қалқан болатындар бар дейді. Біз қазаққа қалқан болуға тиіспіз, қорғауға тиіспіз. Себебі әр қазақ менің жалғызым деген ұстанымды ұстануымыз керекпіз. Қазақтың табанына кірген шөгір менің маңдайыма кірсін деу әр қазақтың жадысында орнауы керек. Қазақ үшін өмір сүру керекпіз. Сонда біз ертең өскен мықты ел боламыз. Осыны үгіттейік айналамызға. Қазақтың табанына кірген шөгір менің маңдайыма кірсін деп әр қазақ айту керек, ойлау керек, істеу керек. Ауыз біршілік емес, жүрек біршілігі болу керек. Онсыз қазақ мына қиындықтан құтыла алмайды. Қазақстанда да солай. Мынау Назарбаев Тоқаевтық іріп пішірген бюрократияға, коррупцияға, парақорлық әбден батқан мына жүйеден құтылу үшін де қазақтың рухани оянуы керек. Мынау азғантай не бар 200 отбасы бүкіл қазақтың байлығын иемденіп, ұлдары қыздары триллиондаған, миллиард емес триллиондаған долларды шетел асырып, ал қалған қазақ екі қолға бір жұмыс таппай, кредиттен көз ашпай, жастарда болашақ жоқ. Анау бала бақшадан тартып, туытқанадан тартып, мектеп, одан бүкіл жұмыс, судья, сот, барлығы параға айналған. Мына жүйеден құтылудың жалғыз жолы әр қазақ ұлтшыл болу керек. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.